Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді панкейктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міне қарасаңыздар, өте жұмсақ және де үлпілдек болып шығады. Және де ең бастысы, жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап көпіртіп араластырамыз. Одан кейін қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі 1 стакан сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осы панкейктің құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Келесі дәл сол стаканмен 1 стакан толтырып, ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі 2 ас қасықтай разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ең соңынан жарты стакан ұнымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ешқандай да түйіршік қалып кетпеуі керек. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз дайын болды. Қарасаңыздар, біркелкі болып шыққан. Енді табамызды қыздырып, астын орташа жай отқа қоямыз. Және де осылайынан шамалы құйып, біздің панкейктерімізді пісіріп аламыз. Шамалы уақыт өткеннен кейін осындай ауалары шығып, тесіктер пайда бола бастайды. Сол кезде лопатканың көмегімен ақырын екінші жағына аударып пісіріп аламыз. Бізде панкейктердің екінші жағы өте жылдам піседі. Қарап тұрсаңыздар, шет-шеті қызара бастаған кезде лопаткамен ақырын аламыз. Өте оңай алынады және де өте тез піседі. Егер де сіздердің табаларыңызға кішкене жабысатын болса, шамалы сұйық маймен майласаңыздар болады. Міне қарасаңыздар, біздің панкейктеріміз өте биік және де үлпілдек болып шыққан. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен осындай өте оңай әрі жылдам рецептімен бөлісетін боламын. Міне қыздар, біздің панкейктеріміз толықтай пісіп шықты барлығы. Дәл осы рецептен менде 20 шақты панкейк шықты. Міне қарап отырсаңыздар, өте жұп-жұмсақ, үлпілдек, өте дәмді болып шықты. Дәл қазір ораза уақытысында ауызашарға және де сәресі уақытысына осы панкейктерді пісіріп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Және де осындай бананмен, балмен әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен болған әйгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.